мына ақ 220 Mercedes көлігімен жолға шығатын боламыз. Полный бак бензин жасап алдық. Как она есть? Объемы 5/5 Mercedes ол в Африке Mercedes. Қазір достар біз міне Mercedes автокөлігінің 100 километрді қанша секундта алатынын тіке трассада көреміз. Достар, Кипотл Парк каналында кезекті түсірілім. Біз қазір компанияға автокөліктер сатып алу мақсатында Талдықорған қаласына жолға шығып бара жатырмыз. Ол жақтан біз өзіміздің компанияға автокөліктер сатып алатын боламыз. Және де көпшіліктің сұрауы бойынша Mercedes 221 көлігіне обзор жасаңыздар деген болатын. Сол мақсатта біз мына ақ 221 Mercedes көлігімен жолға шығатын боламыз. Және жолда қандай көлік бензин жағып баратын болады, және де трассада максималды түрде қандай скоросты ала алады екенін, соның барлығын біз сіздерге іс жүзінде достар көрсететін боламыз. Бірақ бүгін өте керек деймін, өтеп кетті өмір алман кезде, енді біраз артта қалды 100 мыңдаған шақырым. Ал достар, біз жаңа заправкаға Газпромға кіріп, полный бак бензин жасап алдық. Бізде қазір километраж 127.450 көрсетіп тұр. Талдықорғанға шейін қанша бензин жағып баратынын қазір көреміз. Ал достар, міне Қапшағайда да жеттік. Қазір асып бара жатырмыз. Міне мосты 150-160 пен басып көрдік. Өте жұмсақ жүреді Mercedes көлігі. Вообще негізі скорость Mercedes көлігіне ешқандай білінбейді, қандай скоростьпен жатсаңыздар. Осы Mercedes көліктерін, мысалы 140 кабан болсын, 221 болсын, екеуі де өте жұмсақ жүретін көліктер. Және неге екенін достар, бұларды той болған кезде, кортежге, не болмаса жаңағы правительственный адамдар жүрген кезде осы көліктерді қолданады, Mercedes көліктерін. Енді мен айтып тұрмын ғой, мен журналист емеспін, сөзге бай адам емеспін, қалай бар ойымды солай жеткізудемін. Болашақта 1-2 жыл беріңіздер, 1-2 жылда Алла қаласа көп көрім сайрап отыратын болам. Ал достар, біз міне Талдықорған қаласындамыз. Қазір автокөліктердің списогін жазып алдық, сатып алайық деген. Және де достар, міне кеше 221 Mercedes көлігімен Алматыдан 2 сағаттың ішінде келдік. Еще жолда где-то 10-15 минут заправкаға тоқтадық. Көлік өте жылдам жүреді, және трассаны жақсы ұстайды. Өзінің кешеген жудырып шыққан трассада да, мысалы қараңыздар, әлі таптаза күйінде ақ цвет өзіне өте жарасымды болып тұр. Крышаны қараға бояған, 2 айнамен бірге. Лонг машина, өздеріңіз қарағандай, арт жағында бәрінде плавающий сиденье, телевизор, салон өте әдемі. Өзім осы ақ цветіне жарасып тұр, дискіларда. Мен енді достар, в общем, бір керемет қып, ютубта айтатын ол жақсылар сияқты айта алмайды. Как она есть, айтамын. Машинаның объемы 5/5 Mercedes AMG. Енді арт жағын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Трассаны жақсы ұстайды, самый главный Mercedes ол и в Африке Mercedes дейді ғой. Сондықтан да өте керемет, жақсы. Жаңа ішінде айдап жүрген кезде де трассада кочкаларды мысалы өткен кезде соның барлығын ешқандай чувствовать етпейді. Где-то бір 25-30 литрдей бензин жеп келді. Жалпы достар, Mercedes көлігін Карл Бенц деген немістің инженері алғашқы автокөлікті ойлап тапқан. Оның әйелі Берта Бенц туралы екеуі қалай осы көлікті
ойлап тапқан, және де оны қалай іске асырған, және минусқа кеткен кезі, сол туралы YouTube-тан қарасаңыздар кино бар. Өте осы автокөлік саласы бойынша жанға жағарлық кино көрсеңіздер, және де бізде өз комментарияда ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер жақсы болатын еді. Менің күшім ағайынның бірлігі өліп терілдім, бір дәрілсіз есікті теуіп кірдім, бабам, программам, томна бали. Қазір достар, біз міне Mercedes автокөлігінің 100 километрді қанша секундта алатынын тіке трассада көретін боламыз. Ал ендеше бастық достар. Стоп. 7 секунд, 97 доли секундта. Осындайда Mercedes көлігі 100 километрді алды. Достар, бізде Mercedes 221 көлігіне обзор ары қаратай жалғасуда. Mercedes-тің қазір қалай оталатынын көрсететін боламыз. 5 ключевой доступ пуш-стартпен оталады. Міне оталды қазір автокөлік. Сонымен қатар достар, көп адам скоросты қалай қосуда білмей жатады. Біз қазір соны көрсететін боламыз сіздерге. Скорость рөлдің жанында төмен қарай басқан кезде есік ашып тұрғанын көрсетіп тұр. Міне дыға салынды. Мына жерде табло көрсетіп тұрады. Міне алдыға қарай жүреді. Сонымен қатар артқа салған кезде R-ға салынды. Камерамыз да қосылады. Және де артқа қарай көлік жүреді. Нейтралкаға, парковкаға қоятын кезде үстінен басыламыз. Қазір көлік парковкада тұр. Сонымен қатар бізде достар рөлде радионы управлять етуге болады. Полностью дауысын азайтып, көбейтіп. Сонымен қатар мына жерде бізде магнитофонның жаңағы каналдарын өзгертіп, флешка салып істеуге болады. Онымен қоса плавающее сиденье. Орындықтар сіздің соңғы қойған положенияңызды есте сақтап, сіз отырған кезде автоматты түрде өзі сол положенияға қойып береді достар. Сонымен қатар алдыда да, артында да бізде осы орындықтарды басқаратын пульті бар. Оның барлығын қазір арт жағынан да көрсететін боламыз. Мына панельдің ортаңғы бөлігінде дауысты управлять етіп, және де жаңағы магнитофонның дискісіне болмаса радиосына ауыстыратын, және де сиденьяны жаңағы обдув сиденья, сонымен қоса подогрев сиденья осы жерде барлығы орналасқан достар. Сонымен қатар бізде достар музыканы ауыстыру мына тетікше арқылы жүреді, және мына ортадағы жөстік арқылы біз музыканы алдыға, артқа, болмаса радионы алдыға, артқа ауыстырып қоя аламыз. Пневманы достар көтеріп түсіретін тетікше мына жерде орналасқан. Ортаңғы панельде осыны басқан кезде өзіңізге қай положение керек, сол положенияны осы тетікше арқылы басып қосуға болады. Достар, бізде бұл автокөлікте панорамный крыша, яғни әйнек арқылы аспанды көріп отыруға арналған осындай үлкен люк бар. Және де бұл люктың жанында көзілдірік салып қоюға арналған орны бар. Осы жерде біз автокөліктің салонның ішінің жарықтарын қосатын тетікшелер бар. Көліктің артқы багажын кілтпен осылай ашуға болады. Және де бұл жақта запаскіге арналған орын көрсетіп кетсек болады достар. Не? Басқысы. Ары қаратай әртүрлі заттар салып қоюға арналған орындар, және көліктің автоматически жабылады артқа багажнигі.
221 көлігін таныстыруымыз Қапшағай қаласында Супар ретро автокөліктер салонының жанынан жалғасады. Қазір көліктің артынан таныстыратын боламыз. Көлікте арт жағында телевизоры бар, екі подголовниктері тұр. Мына жерден дауыстап үлгеретін болады. Сонымен қоса достар, арт жағындағы шторкалар түседі, барлығы электрический. Сонымен қоса одан кейін артқы сиденьялардың барлығы плавающий, управлять етуге болады. Сонымен қоса достар, алтын сиденье бар, суық жерде отыратындай. Оны өшіргеннен кейін мына жерде сиденья жылтатын спираль бар. Онымен қоса артқы сиденьяны осылай жасауға болады. Потом достар, арттағы шторканы қарасаңыздар, арттағы шторкадан электрический екі жақтан түседі. Арт жақты мына жерден жаңағы алдын управлять еткен сияқты. Мына жерде пешті ошақтан қосып управлять етуге болады. Алдыңғы дауысты. Сонымен қоса достар, арт жағында міне дискі салып қойып, потом AUX шнурларын қосып, өзіңізге мына жерден мультимедианы управлять етуге болады. Мына жерде заттар салып қоятын осындай қалташасы бар. Арт жағының бәрі плавающий, жаңа көрсеткендей артқы шторкалары бар, телевизор барлығы істеп тұр достар. Сонымен қатар мына жерде айнасы бар, екі жақта да. Сонымен қатар достар, Мерс өте безопасный машина болады. Мына жерде боковой айырбақтары бар. Онымен қоса артқы жағында да боковой айырбақтары бар. Жалпы қарапайым тілмен айтқанда Мерсті артқы жағын 221 көлігін полный сіздерге таныстыруға тырыстық. Қарапайым тілмен. Тағы бір таныстыра кететін бұл Мерстің артықшылығы достар, 4 есігінде де қандай присоскалар бар. Машинаны жапқан кезде арғата өзі тартып алады. Содан кейін оның артқы жағы лонг болады, ұзын. Достар, өздеріңіз көріп тұрғанда ең алғашқы автокөліктер қандай ұсынысы болып шыққан, кішкентай және өте көп заттары қарастырылмаған. Сол сияқты біздің қазіргі шығарып жатқан видеоларда енді бастап шығып келатқаннан кейін осы автокөліктер сияқты, бірақ кейін олардың барлығы ескерткіш болып, біз дамыған кезде мына 221 Мерседес сияқты болатын болады достар. Осы деңгейге жету үшін біз бар күш-жігерімізді салып еңбек ететін боламыз. Бізді қолдап, бөлісіп, достарыңызбен астына пікір қалдырып, бізді қолдап отырыңыздар достар.